достар, сіздермен бірге мен Ескүрсінсі. Бүгін біздер кім мықты деген айдарды жалғастыратын боламыз. Бүгін Месси мен Рональдоны салыстыратын боламыз. Әдеттегідей ең бірінші гол. Голдан біз әдеттегідей 5 жылдық статистиканы аламыз. Месси 148 ойында 109 гол соғыпты, ал Рональдо 79 ойында 88 гол. Месси алғашқы айналады. Ал бізде голдық бастан әрине Месси 148 ойында 69 голдық бас, ал Рональдо 79 ойында 8 голдық бас берген екен. Дриблингтен де Месси, оны бәріңіз білетін шығарсыздар. Трофейден мен екеуіне де бергім келіп тұр. Өйткені Месси де Рональдо да көп трофейлер алды. Бұның бәрін білетін шығарсыздар. Алтын доптан Месси 7 алтын доп алды, ал Рональдо 5 алтын доп алды. Сондықтан мен Мессиге тағы да бір ұпайымды беремін. Алдасудан бізде әрине Рональдо. Оны бәріңіз білетін шығарсыздар. Негізі. Ал жылдамдыққа келетін болсақ, жылдамдықтан Рональдо. Оны бәріңіз білесіздер. Рональдо бір кезде бір матчта 38,5 км сағатына жүгірген болатын. Сондықтан Рональдо рекорд қойған болатын. Оның орнын негізі Мбаппе қойды деп жатыр еді. Мбаппе негізі 38 км сағатына ғана жүгірген. Ал көбісі негізі Рональдоның жылдамдығынан да асып кетті дейді. Ол жалған ақпарат. Соққыдан да Рональдо, оны білесіздер. Рональдоның соққысын ғана екенін. Пенальтиден де Рональдо. Пенальтиден де екеуіне де берсек те болады, бірақ мен Рональдоға берген себебім, өйткені Рональдо көп пенальти тебет және көп достарына да береді. Бірақ та не дегенмен Рональдо көп тепті Мессиден қарағанда пенальтиді. Сондықтан Рональдоға бердім. Ворлд кубоктан әрине Месси ұтады. Месси де білетін шығарсыздар. 2022 жылы Ворлд кубокты ұтып алған болатын. Трансфер құны Месси, жалақысы Рональдо. Өйткені Рональдо Аль-Насрға келді де жалақысы ең көп жалақы алатын футболшы болды. Оны бәріңіз білесіздер. Танымалдылық Рональдо. Танымалдылықта мен Инстаграм парақшасына қарай еттім. Әрине Рональдо. Бұның бәріңіз білесіздер. Осымен видеоны аяқтайық достар. Келесіде кіммен кімді салыстырайын? Қай футболшыларды? Ал сіздермен бірге болған мен Ескүрсінсі. Қош сау болыңыздар.